Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге сол баяғы әлемде болып жатқан ең қызықты ақпараттарды сіздерге тауып алып келетін алпамыс окей деген мен болам, және міндетті түрде менің дәл осы сізге алып келген ақпаратымды до конца көріп, міндетті түрде ойыңызды жазып, және лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Халықаралық футболдың тарихы және статистикасы жөніндегі федерация 21 ғасырдың, яғни 2000 жылдан дәл осы уақытқа дейін ең көп ойын ойнаған футболшыны анықтады. Және бірінші орында кім деп ойлайсыз? Әрине Криштиану Роналду. Ол дәл осы уақытқа дейін 1145 ойын өткізген болатын. Екінші орынды екі бірдей адам алып отыр екен. Оның біріншісі Дани Алвес болса, екіншісі Криштиану Роналдудың постоянный сопернигі Лионель Месси. Осы екі ойыншыдан кейін үшінші орынды алып отырған Икер Касильяс 974 рет поляға шыққан. Федерацияның топшылауы бойынша Месси қанша жерден тырысса да, ол по-любому Роналдуға жете алмайды деген ойда. Себебі просто Мессидің жай ғана Роналдуға просто хотя бы счеттарын бірдей қылу үшін, поляға екеуі бірдей шығыпты деу үшін, Месси 112 рет поляға шығу керек, ойнау керек. Ал Мессидің жасы 35-те. Сондықтан да федерацияның ойынша Месси қанша тырысса да бұл рекордты бұза алмайды. Бұл ақпараттан кейін Роналдудың фанаттары деген әлеуметтік желіде, ал Мессидің фанаттары бұндай ақпаратқа қалай қарайсыңдар? Сендер енді қанша тырыссаңдар да, сендердің Мессилерің по-любому бұл рекордты жаңарта алмайды деп қанша жерде жазып жатыр. Енді сіздерге сұрақ. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Поляға қанша рет шығып, қанша рет ойнап, ең көп ойын ойнады деген рекорд маңызды ма, маңызды емес па? Комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіздер.